2018 жылы Қызылорда облысында кәсіби мемлекеттік аппарат құру, мемлекет көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында толымды тірліктер жүргізілді. Елбасының жолдауларынан және 100 нақты қадам ұлт жоспарынан туындайтын міндеттерді жүзеге асыру мақсатында сыр өңірінде атқарылған жұмыстарға жеке-жеке тоқталып өтсек. Мемлекет қызметтегі реформалардың нәтижесінде азаматтардың мемлекет қызметке деген қызығушылығы жыл сайын артуда. Оның айқын дәлелі 2017 жылы жергілікті атқарушы органдармен жарияланған жалпы конкурстың бір лауазымына орта есеппен 2 адам қатысса, 2018 жыл бұл көрсеткіш 2 есе артып, орта есеппен 4 үміткерден қатысты. Бүгінгі таңда облыстағы мемлекет қызметшілерінің саны 3721 бірлікті құрап отыр. Аймақта кадр тұрақтылығы сақталуда, мемлекет қызметтен кету 2 есе төмендеді. 2018 жылы мемлекет қызметшілер санының таза ауысушылығы 2,3% құрады, ал 2017 жылы 4,2% болған. Меритократия қағидасы тек қана теория жүзінде емес, нақты ереже ретінде қалыптасты. Ішкі конкурстар мен жоғары лауазымдарға көтерілу деңгейі 74%-ға жетті. Алдыңғы жылы бұл небәрі 59% ғана болатын. Бақылаушылар мен сарапшылар арқылы іріктеу рәсімдерінің ашықтығы қамтамасыз етілді. Бос лауазымдарға өткізілген 1216 конкурстың барлығына қоғамдық бақылаушылар қатысты. 2018 жылы 2,401,470 қызмет электронды түрде көрсетіліп, 2017 жылмен салыстырғанда 43%-ға артты. Баламалы қызметтер бойынша қағаз түрінде көрсетілетін қызметтердің үлесі 38%-ға төмендеді. Қызмет алушыларының бұзылған құқықтарын қалпына келтіру 2 есе артты. Мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, электронды қызметтерді насихаттау мақсатында ведомствоаралық жұмыс тобының қоғамдық кеңестердің отырысы ұйымдастырылып, облыс орталығы мен барлық аудандарда мемлекеттік қызметтердің жәрмеңкесі өтті. Студенттерге қызмет көрсету орталықтары облыстағы 3 жоғары оқу орнында және 29 колледжде ашылып, тиімді жұмыс жасауда. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы шаралар саны 3 есеге артты. Департамент бастамасымен республикада алғашқы рет адал ұрпақ клубтарының облыстық штабы құрылып, жұмысы бір орталықтан жүйелендірілді. Ұйымдастырылған іс-шаралар 2 есеге артты. Клуб мүшелерінің саны 60%-ға өсті. Студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыруға әсер ететін саналы ұрпақ клубтары облыстың барлық жоғары және кәсіптік білім беру ұйымдарында құрылды. Аталған клубтардың жұмысын үйлестіретін фронт-офис ашылды. Protecting Business and Investment жобасы аясында 593 миллиард теңгені құрайтын 15 инвестициялық жобалы антикоррупциялық сүйемелдеуге алынды. Инвесторлармен 17 кездесу, фронт-офисте 12 жеке қабылдау мен өзге де іс-шаралар өткізілді. Бизнес субъектілерінен түскен 25 өтініш бойынша тиісті көмектер беріліп, олардың құқықтары қалпына келтірілді. Әлемнің 15 мемлекетінен ресми делегация және Біріккен ұлттар ұйымынан арнайы өкілдер қатысқан Байқоңыр Инвест халықаралық инвестициялық форумында Protecting Business and Investment жобасы таныстырылды. Антикоррупциялық сүйемелдеуге алынған инвест жобалар арасынан республикада алғашқы болып құны 64 миллиард теңгені құрайтын цемент зауытының құрылысы 11 желтоқсанда мемлекет басшысының қатысуымен өткізілген жалпыұлттық телекөпір барысында пайдалануға берілді. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық сауаттылығын және жауапкершілігін арттыру бойынша жүргізілген профилактикалық шаралардың нәтижесінде мемлекеттік органдардағы заң бұзушылық 1,5 есеге азайды. Құқықтарын қорғау үшін жүгінген азаматтардың 13 шағымы дәлелін тауып, 100% құқықтары қалпына келтірілді. 2018 жылы департаментпен 38 әкімшілік іс қозғалып, мемлекет пайдасына 1,341,000 теңге өндірілді. Әкімшілік істердің саны 4 есе артты. Өндірілген қаражат көлемі 3 есе көбейді. Мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы мемлекеттік қызметшілерге жете түсіндіру шаралары өз нәтижесін беруде. 2018 жылы әдеп жөніндегі кеңесте мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар бойынша қаралған істердің саны 25%-ға азайды. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының тапсырысы бойынша жүргізілген әлеуметтік зерттеу қорытындысымен Қызылорда облысындағы әдеп жөніндегі кеңесте қаралған істердің шешімдеріне сенім білдіргендердің үлесі 96%-ды құрап, республикада ең жоғары нәтижеге ие болды. Сіздердің назарларыңызға ұсынылған ақпараттар атқарылған жұмыстардың негізгілері ғана. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті алдағы уақытта да азаматтар сұранысына бейімделген мемлекеттік аппарат құру, мемлекет қызметшілердің мүдделерін, азаматтар мен бизнес субъектілерінің құқықтарын қорғау, электронды форматтағы мемлекет қызметтердің үлесін арттыру және сыбайлас жемқорлықты жою бағытындағы міндеттерді жоғары белсенділікпен, айрықша жауаптылықпен жүзеге асыратын болады.